Турандот ханшайым туралы аңыз бен ақиқат. Сан ғасырлар бойы әлемнің ұлы ақындары мен суретшілерінің һәм музыканттарының шығармасына арқау болған атаңызға айналған батыр қыз шын мәнінде кім болған? Бұл тақырып экономика ғылымдарының докторы, профессор Рахман Алшанұлының кезекті зерттеу еңбегіне айналды. Ал шәкірттерінің креативті шығармашылық ойлау қабілетін дамытып жүрген Тұран университетінің қауымдастырылған профессоры Гүлжан Төлекованың кезекті сабағында студенттер ректордың ғылыми дәрісін тыңдады. Турандот деген бар ғой, бірақ ешкім нақты айтпаған екен. Қарасам, не жоқ, мәліметтер жоқ. Дұрыс. Сол зерттегенім ғой, жаңа фильмде айтылды ғой. Франсуа Делакруа, Пети Делакруа деген жігіт, әкесінің тура аты сондай. Ол кездегі француздың бағдарламасы бойынша Кольбер деген министр жас балаларды шетелге жібереді екен ғой. Біздің болашақ сияқты. Олар барып сол араб тілін, түрік тілін, парсы тілін оқуға осы бірталай жыл неде жүреді. Осы көрші елдерде жүріп, жанындағы елдерде. Сонда 18 жыл жүріп зерттеген ғой. Оқыған, тұрған жері Шахнама деген қала ауылда ауыл сияқты жерде тұрған екен. Сонда мен ойлаймын, сол жерден басталды. Ол енді Фирдаусидің сол кезде алдында шыққан Фирдаусидің еңбегі Шахнаме. Енді Фирдауси әртүрлі ол бөлек әңгіме, бірақ Иранмен туралы көп біраз жазған. Алдындағы жазған Авеста бар, ол да шыққан. Соның бәрін оқыған болу керек. Бірақ негізгі бүгін қарасақ, неде Зафарнама деген кітапты аударған екен. Ол қайтыс болғаннан кейін шыққан 4 том. Өмір бойы аударған екен. Сонда негізгі Әмір Темірдің тарихы, өмір бойы. Ол айтқан, Әмір Темір айтқан, мен Туранның патшасымын деп. Иранда алғанда, Иран мен Туранның патшасымын деп. Сол аударған кезде Туранның әңгімесі сояқтан шыққан болу керек. Елестеп, соған қойып, оның кейін аударған кезде Низамидің несі. Низами 7 сұлу, 7 ауру жөнді олардың ертектерін тыңдайды ғой. Сонда славян саклап дейді оларды. Славяндар саклап дейді екен. Орыс па, Украин ба, белгісіз, Белорус па, сол жақтан шыққан. Сондағы келіп айтқан патшайымы әңгімесі осы сұлу жөнді. Сонда негізгі әкесі патша аңыз ғой енді, ертек. Әкесі қызын айтатын тұрмыс шығасын деп. Жоқ, мен шығам, ережеге не қоятын, ережеге. Ережесі, мен тек қана осы жұмбақты ашқан адамдарға, жігіттерге тұрмыс шығам деп. Шықпағандардың басын кесіледі дегендей. Кейін Пети соның бәрін жинап, қарасаңыздар, ол 11 ғасырда болған. Пети 11 ғасыр, 12 ғасыр, 16 ғасыр болған нелердің бәрін жинап, Франсуа. Сонда жиынтық, Турандот жөнінде жазған еңбегі, ол жиынтық, жан-жақтан жиналған әңгіме. Біреулер айтып отыр, оны 1001 түнді жазған, алдындағы досы, голландиядан аударған. Сол сияқты, бұл 1001 күн. Ол жасайды 1001 сөз дегенде, сонда не бар, тіркестік бар. Сонда қарасаңыздар, жазған ішіндегі әңгімелердің барлығы Туран деген жерінде болған дейді, қай жер екен. Бірақ неден басталды? Астраханда. Астрахань хандығында жанында Ноғай хандығы бар. Кейін кімдер Тоқтамыш шапқан кезде сол екі кейіпкерлер көшіп, қашып Қытайдан бірақ шығады. Қытайда қазір көрген елдердің барлығы спектакль бойынша Турандот ханшайымы жауап бермеген жігіттердің бәрін бастарын кестіріп, солай болған деп. Ал енді сол Қытайлар айтты да, біздің тарихымызда ондай болмаған. Туран біздікі емес. Туран деген қатысымыз жоқ бізге. Алып кетіңдер Туран деп. Біздің тарихымызда 5000 жыл тарих болды, біздің жігіттердің басын ешкім кеспеген. Ондай болмаған деп. Сонда мына Пучини айтып отыр ғой, кім жазған кезде өзі қызық тарихы бар. Ол жазады Пети, одан кейін Франсуа Делакруа Пети, одан кейін Карло Готс деген не жазады, пьес жазады, ол қосады, бірінші өзгертеді, кейін Шиллер қосады, одан кейін ар жағында Пучини.
Пучини Қытай дегеннен кейін, музыкант болғаннан кейін достарына айтып, ол Қытайдың бірінші кіргізген ішіне әндерін. Сол кезде бұл Қытай сияқты болып шығады. Китайская принцесса. Қытай деп болып шығады. Қытайлар соны зерттеген кезде 50 жыл, 24 жыл шықты ғой Пучинидің несі. Белді 100 жыл толады пьесасы. Сонда қарасаңыздар, мінекей шыққан кезде 50 жылдан кейін, 78 жылы Қытайлар ярен қойыпты бірінші рет. Бір жағынан мақтаныш, Қытайдың тарих жөнінде, әдебиет тарих жөнінде, шығармашылық тарих жөнінде осы Пучини жазған. Олар мақтаныш. Европаның үлкен қайраткерлері Пучини енді берден кейін екінші деп отыр ғой, одан да сондай пара-пар композитор, ұлы композиторлардың бірі. Өзі бітпей кетті, бірақ дегенмен негізін жасаған кезде соны пайдаланып Қытайлар өзгертіп, кішкене өздерін жақындатып. Мына бас кескендерді жоқ қылуға шығарып, бірақ дегенмен де өзін тартқысы келді. Тартқысы келіп. Сонда бірақ зерттеушілер айтқан Турандот біздікі емес. Біз оны композитор кімдер рахмет жазғанда, бірақ ол біз қатысы жоқ. Альтум деген ондай болмаған деп. Альтум деген хан қарасаңызда, сонда кезінде Алтын хан деген болған екен. Алтын хан деген Қытай, Моңғолдың ханы, ол Қытайды бірінші жаулаған, соғысқан. Соның қызы, асыраған қызы, аты Балжан болу керек. Ерекше қасиеттері бар. Сол болу мүмкін деп отыр ғой жаңа. Бұны кімнің Петин сол жағын алған. Кейін кезде жаңа айтып отыр ғой, Марко Поло келіп Европаны Қытайды біраз аралады ғой, біздің жерді аралады. Сол өтіп бір жатып, Алтай жақтан. Кайдудың қызы Хотулон дегендей. Ол моңғолша. Бірақ қазақшасы аты Айгерім, Айжарық. Сонда қарасаңыздар, шешесі Найманба қазақ қызы болу керек. Атын айтып қоймайды осы. Аударған кезде Ангерем деп қойған, бірақ жерде латын жазғанда Айгерім, Айжарық. Қазақтың нағыз аты ғой хаттары. Сонда солар болу мүмкін дегендей. Соны қарасаңыздар, кейіпкерлер аз емес сондай, ұқсас. Негізгі кімнің қызыққаны Карло Готсенің, кімнің Готсен мен кімнің Пети Делакроның қызығы жүргендері. Торан жерінде тамаша қыздар болған, тамаша арулар болған. Адам дүниежінде болмаған деп жазады ғой. Сонда қарасаңыздар, Торан жеріндегі осындай әсер алған. Әсер алып осы жазды. Торан дот деген бекер емес, кездейсоқ емес. Ол жаңа кімнің 4 том шығарған кезде, ол Торан жері қандай ұлы кісілер болған, қандай соғыстар болған деп, енді Әмір Темірді қырды ғой барын. Сон үлкен патша болған. Соның тарихını кіргізіп, бір жағынан соны байланыстырған. Осы жақта, осы жерде осындай барулар болуы мүмкін деп. Соның ішінде бірінші Таразды айтады, неге қайдам. Омар Хайымды айтады, кімді Таразды кімді айтып кетті, Петиді айтып кетті, алдындағы айтқан Низами, Тараздың сұлу қыздар дегендей. Соны қарасаңыздар, Тораның қыздары ерекше қыздар болған. Ерекше ару болған, батыр болған. Біреулер күрескен. Жаңағы кімнің Айгерім сияқты. Жігіттермен күрескен, бой бермей. Соғысқан. Турандот ханшайым туралы дәріс сыр сұхбатқа негізделгендіктен студенттер ректорға тақырыпқа байланысты өздерін қызықтырған сауалдарды қоюға мүмкіндік алды. Жалпы Турандот туралы кеше апаймен өзіміз отырып, оның алдында да зерттеген болатынбыз, оқып, көріп, қалай болып жатыр, не болған деген сияқты. Енді маған қызық болып тұрған мынау, біз білеміз ғой, Турандот ол елдің арасында көптің барлығынан танымал дүние емес. Яғни екінің бірі біле бермейтін дүние деп. Сондықтан сізге бұл ақпарат қайдан келді, сіз бұл туралы қайдан естідіңіз бұны жазу үшін деген? Алматыда жүрсеңіз, ана кафе тұр Турандот деген мықты. Турандот. Оның оқыған кезде спектакль қойылып жатыр, опера Турандот қойды деп отырғандай. Сол кезде қарасам, ешкім негізгі нағыз тарихын үңілмейді. Кеше мен опера театрға айтсам, Қытайдың несі ғой деп. Қытайда Туран деген бар ма? Туран деген Алматыда бір университет бар. Турандоттар бір қызы Турандот осында отыр. Туран қыздар. Сол сияқты шынымен де мәлімет аз болды да, бірақ Туран дегеннен біз ыстық қойымыз. Неге? Соны ақы Турандот қарап өзімде қызық болды. Әлде осы мәліметтер іздеу керек екен. Әлде ана Франсуа Делакруаның Франция шыққан ешкім зерттемейді.
толық зерттемейді. Ол өзінше біреуді көшіріп алып нетіп отыр. Қарасам, кімнен көшірді? Осындай кім жазды? Алдында ешқандай үлес жоқ. Өзі. Сондықтан бұны төмендету дұрыс емес деп ойлаймын да. Бүгін біз ректор Рахман Алшановпен бірге осы Турандот, Бике Турандот, Ханшайым туралы осы еңбегін талқылаған болатынбыз. Бүгінгі кездесу лекциядан алған, сұхбаттан алған әсерім өте жақсы, өйткені мен көп ақпарат білдім. Мысалы, Томирис туралы да айтылған екен. Томирис ол Тамарайс деп аударылады екен. Мысалы, Авеста тілінен Тамарайс дегеніміз ағайымыз кішкене басқаша аударыпты, бірақ оның негізгі мағынасы та чье лицо очень красивое, орысша аударған кезде. Оның баласының аты, яғни ұлының аты Спаргапис, ол да Авеста тіліне аударған кезде красивый растут деп аударылады екен. Бірақ Томиристің атын мысалы бізде Тұмар деп береді. Тұмар дегеніміз оның да өзінің көп тарихы бар. Осы ағайға ректор ағайымызға көп рахмет, өйткені біз осы келесі біздің ғылыми мақалаларымыз, зерттеулерімізге көп шабыт алдық, көп мотивация алдық. Енді бізде өзіміз осы ағайға қарап бой түзеп мақала жазатын боламыз. Бүгінгі кездесуден алған әсерім туралы айтатын болсам, өте керемет. Біріншіден, мысалы, өзіміз барып жүрген Турандот ресторанының мен Туран даласынан шыққан қазақ қызына арналып қойылғанын білген жоқпын мүлдем. Ол біріншіден. Екіншіден, мен осы ақпараттардан дипломатиялық бейнені көргім келеді. Себебі, мысалы, қыз алысу, қыз берісу дейді ғой. Сол кездегі ол дипломатиялық жол деп білемін. Осы Рахмат Алшановқа үлкен алғысымды білдіргім келеді. Ол кісінің осындай бағытта шығармашылық очерк жазғаны мен үшін өте жаңашыл бір мәлімет берді деуге болады. Себебі осындай біздің тарихымыз туралы жазған өзім екі-ақ кісіні білемін. Осы Рахмат Алшанов және ЮНЕСКО-да кездескен Бозкейік туралы қорғаған кісі болатын. Шынымды айтсам, қазақ ретінде өте мақтанамын. Осыны үлкен деңгейлерде ашып көрсету енді біздің қолымызда дегім келеді. Бүгінгі кездесу мен сұхбаттан алған әсерім өте ерекше деп айтқым келеді. Себебі кітапты оқу мен үшін өте қызықты болды, және де кітапты оқу барысында бірнеше сұрақтар туындаған еді көкейімде. Және де сол сұрақтарға ректордың өзінен жауап алу өте күшті болды деп айтқым келеді. Және де осы кітапты оқу арқылы Туран Бикенің қаншалықты мықты болғанын, ақылды болғанын, талапшыл қыз болғанын білуге болады. Және де сол кездегі ер азаматтармен пара-пар және де тең-теңімен деген сондай сөздердің қалай қалғандығы туралы білдім. Мен өте қуаныштымын осы кездесуден кейін. Және де болашақта ректордың жаңағы басқа кітаптарын, шығармаларын оқуға бұйырса нәсіп етсін деген келеді. Шын мәнісінде осы Турандот Ханшайым туралы біздің қаншалықты дерегіміз бар. Тек қана спектакльдерде ғана ма? Неге Турандот арқылы жаңағы мейрамхананың атауы беріледі? Біздің университеттің аты өзі Туран. Жаңағы ұлы Туран даласында осындай аңызға айналған Томирис бар. Одан ағайдың өзінің жаңа жазбаларында кездесіп жатқан аналар бар. Және осыларға тоқтала отырып Турандот Бике туралы жаңағы саяхатын ғылыми очерк есебінде 2023 жылы ағай жазып бітіреді. Бұл орысша және қазақша 106 бет, ішінде 17 пайдаланған әдебиеттер тізімі бар екен. Соның ішінде Әбіш Кекілбаевтың, одан кейін француздардың, испандықтардың жаңағы зерттеулерін жинақтастыра отырып, бір ұлттық модельді қарасаңыздар, жаңа біздің студенттеріміз сұрақ қойды, қалай модельдеуге болады біздің Туран Ханшайым деп. Сонда олар нәзік, әйтсе де атқа қона білген, әйтсе де олар жауға шаба білген, батыр, қайсар. Ана келтіріліп отқан мың бір түн әңгімесінде, келтірілген аңызында олар жаңағы жігіттерге тұрмысқа шығатын кезде қойған талап, 3 талап болады, сол 3 талапты орындай алмаса басын кесіп алады деген бар да. Ол қате дейді. Біздің қазақтың қыздары қан кешті болмаған дейді. Тек қана жаңағы Кир патшаның басын алған біздің Томиристі айтып өтеді. Әйтсе де ол қазақтың жерін сұрап отырған екен, оған ғашықтығында емес еді. Осындай детальдарды сұрау барысында мынау академиялық жазылым сабағындағы дәрістерде, қорытынды сабақтарында біз жаңағы ағайды, ғалымдарды мен өзімнің практикамда бар, академиялық жазылымнан жаңағы кітаптардан қарағанда
біздің қасымызда, жанымызда жүрген жақсылардан ізде дейді ғой. Рахман Алшановты жаңағы бірнеше кітаптар арқылы 20 мың жылдықтағы жаңалықтар мен ашылымдар, қазір ғана айтып отыр 800 кітап, 800 бет деп отыр. Алдында шыққан жаңағы 456 бет болатын. Енді қарап тұрсаңыздар, бұл том ағайдың жиналып жатқан, мен айтамда, ағайда қаншалықты уақыт бар екен демалғанға. Шын мәнісінде ағайда демалатын бір сәттікте уақыттық жоқ екен. Қазақ рухы үшін, бүгінгі қазақ балалар үшін, қазақ әлемі үшін жасап жатқан тың деректер осы академиялық жазылымда жүзеге асырылу қажетті ғой деген ойменен осы дәрісті ағайға арнаған бетім бар.